Сәлем қыздар, бүгін сіздермен тауықтың етінен кәуап дайындайтын боламыз. Екі түрлі нұсқада дайындаймыз. Біреуі дұрыс тамақтануда жүрген қыздар үшін, жай екіншісі қонақтар үшін немесе өзіңізге арнап мейрамханадағыдай етіп жасап дайындауға болады. Дәл осындай нәзік, балғын, әдемі кәуаптарды шығаруға болады. Мейрамханадағыдан ешқандай да кем емес. Ендеше тауықтан кәуап жасайық. Кәуап үшін бізге тауықтың етін 4-ке 5-ке бөлу керек. Видеодағыдай етіп бөлсеңіздер болады. Қатты майдалап жібермеңіздер. Тауықтың еті менде шамамен 700 граммдай болды. Тауықтың еттерін ұсақтап турап алған соң бізге тауықтың етін маринадтап алу қажет. Бізге ол үшін пияз және тұз, бұрыш, соевый соус қажет болады. Пиязды дәл осылай ұсақтап тураймыз және ол турап болған соң тауықтың бетіне саламыз. Және дәміне қарай 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық бұрышты салып араластырамыз. Және оған соевый соус шамамен 150 мг қажет болады. Барлығын салып біз холодильник, яғни тоңазытқышқа салып қоямыз шамамен 1 сағаттай. Тұз, бұрыш және соевый соусты құйып, жақсылап тауықтың етімен араластырамыз және тоңазытқышқа 1 сағат қоятын болсақ, біздің тауықтың етінен дайындалатын кәуабымыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Дәл осылай 1 сағаттай тұру қажет. Және шпачкаларды 1 күн алдын немесе 1 сағаттай суға салып қою қажет. Яғни шпачкамыз біздің ылғал дымқыл болуы үшін. Видеодағыдай тауықтың еттерін шпачкаға қарай орналастырамыз, шамамен 4-5 данасын алып. Егер де дұрыс тамақтануда жүрген қыздар болса, дәл осы күйінде духовкада 15-20 минуттай пісіріп алсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Шпачкаға орналастырылған тауықтың еттерін қызып тұрған майға қуырып алсаңыз да болады. Закуска ретінде қонақтарыңызға әдемі дәмді кәуаптың бірі болып шығады. Менде 700 грамм тауықтың етінен дәл осынша кәуаптар шықты. Менде жартысын духовкаға пісіремін, ал жартысын қызып тұрған майға пісіретін боламыз. Қызып тұрған майда кәуаптарды 5-10 минуттай қуырып аламыз және 15-20 минут духовкаға салатын боламыз. Духовкаға салатын болсаңыздар, кәуаптар толығымен пісіп, шикі болмай пісетін болады. Кәуаптарды екі жағын аударып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда арықтау жайлы ақпараттарды және ПП рецепттерді таба аласыздар. Менің каналым сіздерді 100% арықтататын канал. Міне біздің кәуаптарымыз дәл осындай өте дәмді, жұмсақ, әдемі, балғын болып шықты. Мейрамханадағыдан ешқандай да кем емес. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл тексерілген проверенный рецепт. Кәуаптарды көк шөптермен және дәл осындай қызыл пияздармен әсемдесеңіз болады. Қыздар, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Алдағы уақытта менен қандай рецепттерді күтесіздер? Сіздермен болған Айнагүл.